Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздермен Айгүл Қалиқызы осындай өте әдемі болып шығатын дәмді, жұмсақ, нәзік абрикосовый пирог жасап көрсететін боламын. Бұл пирогтың ерекшелігі неде екенін видеоның соңына дейін қарасаңыздар түсінетін боласыздар. Өте керемет дастархан сәнін ашатын пирогты бірге дайындап көрейік. Ендеше бастаймыз. Бір тал жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, қантымыз әбден ерігенше жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Бөлме температурасында тұрған жоғары сұрыпты сары май немесе маргариніміздің үстіне езіп алған қантымыз бен жұмыртқамызды салып, үшеуін әбден біріккенше араластыратын боламыз. Бұл пирог да сметанник пирогы сияқты, бірақ одан да керемет дәмді, нәзік пирог болып шығады. Жақсылап араластырып алған массамыздың үстіне қамыр қопсытқыш, яғни разрыхитель менен ванилинді салып, жақсылап бір араластырып жіберетін боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алған ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қылып қамыр елейтін боламыз. Қамырымызға көп ұн қоспаймыз. Бұл пирогқа толық қанша ұн кеткенін мен видеоның астындағы описанияға жазып қалдыратын боламын. Міне осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді қамырымызды 24 диаметрлік формамызға жайғастыратын боламыз. Қолымызбен немесе оқтауменен жайып салсаңыздар болады. Осылай жан-жағына бортигін шығарып, бір келкігіп қамырымызды дайындаймыз. Ары қарай пешке түскенде көтеріліп кетпес үшін вилкамызбен осылай шаншып қоясыздар. Енді бұл қамырымызды тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Ары қарай ортасына пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Пирогымыздың салмасын дайындау үшін бізге керегі қойытылған сүт. Қойытылған сүт, яғни сгущенка. Сгущенкамыздың үстіне қаймағымызды құямыз. Қаймақтың пайызы 20%-дан жоғары болу керек. Ары қарай кукуруз крахмалын қосып, 2 тал жұмыртқаның сарысын әрі сливки құйып, жақсылап бір келкі түйіршік қалдырмай араластыратын боламыз. Жақсылап езіп алған салмамызды дайын тұрған пирог қамырының үстіне құямыз. Осындай дүкенде дайын шабдалы тілімдерін салдым. Әркім өзі қалауынша басқа да ягодаларменен әрлесеңіздер болады. Пирог сметанник пирог сияқты деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ одан да керемет нәзік, дәмді болып пісіп шығады. Алдын ала 180 градуста ысып тұрған пешімізге 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне осындай әп-сәтте керемет әдемі пирог пісіп шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Бұл пирогымызды әбден суығаннан кейін барып формасынан босататын боласыздар. Формадан босатқаннан кейін де 1 сағат тоңазытқышқа қойып алсаңыздар болады. Содан кейін керемет жақсы тегіс кесілетін болады. Өте әдемі, дәмді, сондай нәзік пирог болып шығады. Бұл пирогымыздың ерекшелігі, достар, қойытылған сүттен жасалады. Яғни сгущенка әрі пайызы жоғары сливкиден дайындалады. Әмбе осындай шабдалы тілімдерменен әрленген өте ерекше дәмді пирог. Пирогымыздың ерекшелігі осында, достар. Сіздер де жасап көріп, тамашалап дәмін көріңіздер. Достар, менің каналымда басқа да түрлі пирогтардың және басқа да тағамдардың рецептісімен таныса аласыздар. Келесі жаңа видеомды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Әрі осы көрген видеоларыңызға баға беріп, аямай лайктарыңызды басып, комментарийға пікір жазып қалдырсаңыздар болады. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыз.